Көкшетаудағы ірі сауда орталығында жаңа ата заң жобасын қолдауға арналған ауқымды шара өтті. Мәдени кешті 200-ден астам адам тамашалады. Жиынға қатысқан өңір басшысы мен қоғам белсенділері жұртшылыққа жаңа конституция жобасын жан-жақты түсіндіріп, алдағы саяси науқанға белсенді қатысуға үндеді. Сондай-ақ кеш барысында көкшетаулық Оқжетпес футбол клубының осы маусымдағы жаңа құрамы таныстырылды. Жаңа конституция жобасын қолдауға арналған шара лайв-концерт форматында ұйымдастырылған. Кешті тамашалауға жиналған халықтың қарасы қалың, тіпті басқа қаладан келген жандар да бар. Жиналған жұртшылық патриоттық шарада әсем әнге сусындап қана қоймай, болашаққа бағдар болған ата заңдағы толықтырулар мен өзгертулерге қатысты көп ақпарат алды. Осы бүгінгі мерекелік спорттық шараға арнайы Степногор қаласынан кеп тұрмыз. 15 наурыз күні үлкен саяси науқан, Қазақстан еліміздің жаңа дәуірі деп айтуға да болады. Осы саяси науқанды қолдау нәтижесінде арнайы осы Көкшетау қаласына келіп отырмыз. Ал шараның екінші бөлімінде Оқжетпес футбол клубының жаңа құрамы таныстырылды. 70 жылдық тарихы бар футбол клубы осы уақытқа дейін көптеген мықты ойыншыларды түлеткен. Өңір басшысы ұжымға жаңа автобустың кілтін табыстап, осы маусымға сәттілік тіледі. Сондай-ақ жаңа ата заң жобасының маңыздылығына жеке тоқталды. Бұл құжат маңыздығы сол ертең еліміздің дамуына, ертеңгі мына болашағымызды болжам жасауға, өйткені бұл құжатта енді аяғына нық тұрған егемендік Қазақстанның құжаты деп айтуға болады. 1000 жылдық тарихымызға үңіліп қарап, осы қайдан шыққанымызды, қайда баратынымызды дәлелдейтін құжат. Жалпы көпшілік ата заңға енгізіліп жатқан түзетулер жай ғана өзгеріс емес, құқықтық нақтылықты күшейтеді деген сенімде. Жергілікті тұрғындар жаңа жобаны сырттай қолдап қана қоймай, оны нақты іске асыруға атсалысуға дайын. Абзал Саматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 KZ.